Assalamu алейкум, эфирде жаңалықтар информациялық бағдарламасы. Жаслар арасында кітап құмарлықты үгіт насихатлау, әдебиетқа қызықтыру, олар санасына ана отанға болған мұхаббат сезімдерін сіңдіру мақсатында зия таратып жойбарыш үлкенместірілуі жақсы дәстүрге айланды. Жойбар шеңберіндегі илажлар болса республикамыз бойлап давам етпекте. Жоғары оқу орындарында дәстүри тәрізде өткеріліп жатырған зия таратып жойбарының кезектегі мәнзілі Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалы болды. Жойбар шеңберіндегі ұшырасу жастардың рухи дүниясын байту, кітап оқуға болған сүйіспеншілігін күшейту һәм дүретушілік пікірлеуді оятуға бағдарланды. Дәслеп мейманлар филиалда салтанатты түрде күтіп алынып, студенттердің дүретушілік жұмыслары көрсетілген көргізбеменен танысты. Даргай мәжілістер залында өткерілген ұшырасуда зия таратып жойбарының жастар тәрбиясындағы орнына тоқтап өтіліп, бұл басылама студентлер арасында оқу, пікірлеу һәм өзін-өзі рауажландыруға болған қызығушылықты күшейтіп атырғанын атап өтті. Әләжда мәнәуият рухы үстін болды. Мейманлар жастар менен сәубетте дүретушілік минет жолы хақында айтып беріп, милли қадриyaтларымыздың жастар тәрбиясындағы орны хақында пікірлерін білдірді. Ұшырасу студентлер арасында білімге, оқуға һәм ізленуге болған қызығушылықты және де арттырды. Әләжда дүретуші инсанлар студенттерге табыстар тілеп, олардың маман қанигелер болу үшін өз үстінде ізленуі, кітап пенен дос тұтынуы, заманауи технологиялардан ақылға муафиқ пайдалану бойынша маслихатларын берді. Qoraqalpoq adabiyoti, uning og'zaki ayniqsa folklor adabiyoti asrlar davomida kuchli, u yerdagi dostonchilik, u yerdagi o'sha aytimlar, u yerdagi o'sha qanchadan qancha hikmatlarga aylanib ketgan so'zlar biz uchun ham juda qadrli. Shaxsan o'zimga ko'p ilhom beradi va yoshlar bilan suhbatlashganda aynan shu kitobxonlikka bo'lgan ularning qiziqishini, ular befarq emas, chunki hozirgi yoshlarimiz boshqacha yoshlar, ularda talab katta, bo'layotgan voqeliklarga bo'lgan munosabatli faol, ularning orasida talantlar ko'p. Ijodkorlar uchun ham, shaxsan men uchun ham yaxshi, chunki yoshlar o'zi nima bilan nafas olyapti. Ular qanday o'y fikrda, ularni nima qiziqtiryapti, biz uchun qiziq. Va ular uchun ham biz bilan bo'lgan suhbatlarda o'sha aynan hozirgi zamon adabiyoti nima haqida qayg'uryapti, zamon qahramoni kim, bo'layotgan voqeliklarga munosabat qanaqa. Chunki dunyo har kuni o'zgaryapti. Shu jumladan O'zbekiston ham, Qoraqalpog'iston ham har kuni o'zgarishlar og'ishidamiz. Shulardan boxabarlik uchun ham bu tadbirlar menimcha juda ayni vaqtida va yaxshi bo'lyapti. Филиалда өткерілген зия таратып жойбары әләжі студенттердің рухи дүниясын байтуға қызмет етті.